аударып табыстаған аққу. Мен кішкентай кезімде егізім болған, маған өте күшті болатын. Менің егіз әпшем бар, оның аты Хоп. Және де онымен бірге ойнаған өте қызық. Ата-анам бізге мүлдем алаңдамайтын, өйткені жалғыз қалсақ бізге ештеңе болмайтын. Біз жақын доспыз. Біз бір-бірімізді қорғап жүреміз. Менде бар зат ода да бар болатын. Бізде бірдей тамақ, бірдей зат, бірдей дос, бірдей кукла, бірдей киімдер, бірдей бөлме болатын. Және де бізді көрген адамдар, вау, менде де осындай күшті егіз болса ғой, немесе менде осындай егіз болған қалар едім деген сияқты нәрселер айтады. Өсе келе бізде жағдай мүлдем басқаша болды. Біз бір-бірімізден алшақтап кеттік. Ол өте танымал, ал мен жай ғана қыз болдым. Ол мектепте өте күшті танымал болатын, ода күшті киімдер, күшті достар. Ол эстрадаға барды, түнде клубта, дискотекада болды. Ал мен жай ғана үйде болдым, оның көлеңкесі ғана болдым. Ода бар нәрсе менде де бар болу керек деген талаптар бастады. Ода көлік болса, менде де көлік болу керек. Ода жақсы баға болса, менде де жақсы баға болу керек болды. Және де мен қатты депрессияда болдым. Оған келгенде тамақтың үстінде өте күшті сөздер айтылатын, ал маған келгенде мүлдем ештеңе сөз табылмайтын. Ата-анам оны үнемі әр адамға мақтап жүретін, ал мені жоқ. Және де оның дәрежесі менің дәрежемнен өте күшті болатын. Мен оған жыным келеді. Ол өзін менен күшті жоғары қояды, ал маған ондай киім киген жараспайды, ештеңе жараспайды. Маған әртіс болған да жараспайды. Мен өзімді қатты жақсы көремін. Маған музыка тыңдаған, достармен PlayStation ойнаған, қыдырған ұнайды. Осыдан кейін мен психологқа барып барлығын айттым. Мен онымен ара қатынасым суық болса да, мен оны қатты жақсы көремін. Мен оған ақтарылып, сырымның барлығын айта аламын. Мен оны қатты жақсы көремін.